Сәлем, қалдарың қалай оқушылар? Билдің екінші тур есептерін шығаруға дайынсыздар ма? Ендеше осы каналға тіркеліп, лайк, комментарий қойып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Каналдың өркендеуіне атсалысыңыздар, иә. Осы жылғыдан қалып кетсеңіздер, келесі жылғы 6 класстарға өте пайдалы канал болады деген ойдамын. Жақсы, ары қарай екінші тур есептерін талдауды жалғастырайық. Жанат күн сайын өткен күнге қарағанда 4 бет артық оқиды. Алғашқы күні ол 5 бет оқыды. Егер Жанат кітапты 15 күнде бітірген болса, кітап жалпы қанша бет болған, соны анықтауымыз қажет, иә. Так, бірінші күні ол бізде айтып тұр, иә, 5 бет оқыды деп. Келесі күні ол 9 бет оқыды деп тұр. Ары қарай осылай 13 бет, үшінші күні, одан кейін 17 бет, осылай кете береді. Яқта 15-ші күні А15 деп қояйын. Осы күні қанша кітап оқығанын анықтау үшін бізде формула бар. АН тең болады. Бұл курста көрсетілген бұл формула, иә. Арифметикалық прогрессия. А1 плюс N минус 1 көбейтілген D деген формула. Значит, осы жерден АН, яғни А15 біздің жағдайымызда. А15-ті анықтайтын болсақ, әдемілерден кішкене. А15-ті анықтаймыз. Значит, А1 ол бізде 5 қосылған, N-1, яғни 14 болады, 15-тен бізде N-іміз 15 қой, 15-тен бір жазайтам 14, көбейтілген D оменге әр күнге қаншаға артып жатыр? Плюс 4, иә? Плюс 4, осы N-іміз, D-міз 4-ке тең болады. Значит, 56-ға 5 қоссам 61. Мына күні 61 бет оқыған. Енді бізде жалпы қанша бет бар анықтауымыз керек. 15 күнде ол неше бет оқыған? Ол бірінші күнмен соңғы күнді қосамыз. Бірінші күн ол 5 бет оқыған, ең соңғы күні 61 бет оқыған. Соның орташасын неше күн оқыды, соған көбейтеміз. Екеуін қосамыз 66, 66-ны 2-ке бөлем 33 көбейтілген 15 тең болады 495. Бірінші есеп 495 шығады екен. Ары қарай кеттік. Келесі есеп. Қаңтарда теледидар бағасы 10%-ға, ақпанда 20%-ға көтерілді. Қаңтарда ол 110% болды, X деп қойып, қаңтарда теледидардың бағасы X болса, қаңтардағы бағасы 1,1 X болды. Келесі ақпанда осы 1,1 X. Тағы да 1,2-ке көбейді. Яғни мына жерде көбейтіп жазып алайық. Онда неше шығады? 1,1 көбейтілген 1,2. 1,132 X. Осындай болып бағасы. Ақпанда. Наурызда наоборот түсті. Наурызда оның бағасы 1,132 түсті. Көбейтеміз 0,9-ға, яғни 10%-ға төмендеді ғой. Сонда бағасы 90% болып қалады. 0,9-ға көбейтеміз. 0,9-ға. Сонда 1,188 X болады. Осы бізде айтады бағасы, осы баға 297 мыңға тең. Бастапқы баға неше болған? Осы 297 мыңды бөлемін 1,188-ге. Шығады 250 мың. Бастапқы баға 250 мың болған екен. Ары қарай кеттік. Келесі тапсырма. Суретте көрсетілген фигураны құрастыру үшін қай кескінді қолдануға болады дейді. Так. Сразу анықталайық. Домалақтың, бірінші суретке қарайық. Домалақ, оның оң жағында төртбұрыш крестик болу керек. Мынау бізде бола алмайды.
өйткені ары қарай кеттік. Жинаған кезде домалақ, крестик. Ал бізде төбесіне айналып түсе алмайды, бұл бола алмайды. С-ға қарай қояйық. С домалақ. Мұны былай мына жерге бүктедік. Мына бізде С келіп тұрған сияқты. Ары қарай Д-ны тексере салайық. Домалақ бізде ортасына кетіп қалды. Мына крестик вообще айдалада жүрсін ба, ответі С болады. Ары қарай кеттік. Ықшамдаңыз деген есеп екен. Жеңіл есептер мынау. Бұл жерде жақшалар бар дейміз. К 25-ке, L 17-ге тең болса, онда мынау нешеге тең болады? Просто мына К-ның орнына барып, орнына қоя салсақ болды. Мынаны 27-ні 8-ге көбейтеміз. Бұлайша амалды орындау балалар. 27-ні 8-ге көбейтеміз. 216. Бұл жерде 216 қосылған К бізде 25-ге тең. Екеуін жақшада қосып аламыз. Қосу. L бізде 17-ге тең. 558-ді бөлуіміз керек, мына жерде 31-ге. Сонда 18 шығады. Так, ары қарай есептейміз. 216-ға қосамыз 25-ті. Мына жерде 241 шығады. Так, мына жерде 17 минус 18 минус 1 шығады. Плюс P минус 1 болады да, 241-ден 1 азайтамыз, 240 шығады. Не жауабы болады екен? Ары қарай кеттік. Модуль теңдеуді есептейміз. Так, теңдеу емес жай есептеу екен ғой. Так, модуль 13-тен 13 шығады. Қосылған модуль 3-тен 3 шығады. Мына жерде есептей аламыз. Минус 5, минус 1, минус 6 болады. Ол модульден плюс 6 шығады. Жақшаның алдындағы өз 6-сын жазып қоямыз. Сол кезде екеуін қосам 13-ке 3-ті қосам 16, одан 6-ны азайтам. 10 шығады екен балалар. Так, осы жерде мен бір есеп түсіндіріп кетейінші, мен кеше обещать етіп ем. Егер дәрежеге қатысты есеп. X-тің квадраты көбейтілген 3 бөлінген X-тің 6 дәрежесі көбейтілген X-тің 5 дәрежесі. Мына жақта көбейтілген X-тің қанша болсын? 9 дәрежесі болсын. Осы жерде былай жақшамен ашылып көбейтіліп тұрса, мына екеуі көбейтіледі балалар. Мына екеуі көбейтіледі. Сол кезде X-тің 6 дәрежесі болады. Мына екеуі 2 мен 3 көбейтіледі, жақшамен тұратын болса. Ал ортасында, негіздердің ортасында көбейту болатын болса, онда дәрежелері, мыналары қосылады. Онда X-тің мынағынан қоссақ 15 болады. Дәл осылай, бөлімде де дәл солай мына. X-тің қанша міне? Көбейтіліп тұр. Мына екеуін қосып жібере саламыз. X-тің 11 дәрежесі, яғни ерге жазып қоямын. X-тің 11 дәрежесі. Мына бізде бөлшек сызық балалар бөлу дегенді білдіреді. Значит, дәрежелерін негізін жазып қоямыз да, 15-тен азайтамын 11-ді тең болады X-тің 4 дәрежесі. Міне. Дәрежені түсіндік деп ойлаймыз, иә? Жақсы, балалар, ары қарай кеттік. Келесі есепке көшейін. Мына есеп теңдеу. Жеңіл теңдеу, иә, балалар. Бұл жерде минус 2x тең болады. Так, мына жерде. Ладно, я не қыласайшы сразу 23-тен 4-ке көбейтсек балалар. 92, оған қосам 12-ні 104, иә? 104 минус мынаны көшіріп атырмын. Мына жаққа көшіріп атырмын. 23-ті көбейтемін 5-ке болады менде 115. Қосамын 3-ті 118. Мына жақта минус 2x жазып қоям, тең болады
23, 118'den azaytamız 104'tü, şıgady 14. 14 minus 14 boladi, ya. Mına minus ben, mına 2 minus plus bolat balar. Sında mına 2 men 14 kıskarat. Agan 7'den berilet. Sında x-inçe bolady. 7 bölüngen 23. A jogabı bolady. Kelesi esepke köşeyik. Так. Balık öz salmağının 3'ten birinden 2 kilogramga ağır. Balığın salmağı kaç kilogram? Balığın öz salmağı x, öz salmağının 3'ten birinden. Osunun 3'ten birinden. 1 bölüngen 3x. Osu 3'ten birinden 2 kilogramga ağır. Kazanan azaltsak 2 şart idi, ya. Так. Esepçi tenge kurastırıp aldık. 3, agan 3'ten beremiz. 3x'ten 1 tasasak 2x. Teң bolady 2. 2 men 2 kıskaryp ketet. 3 mına jaka köbeytilet. Sonda x teң bolady 3. Balıktın öz salmağı 3 teң, ya. Так. Ары карай. Mına sandardyň arasyndan 4'ke kaldıksız bölünüp 3'ke bölünbeytin kança san bar ekendigin anyktaňyz. Mala bitip garasak da esep türü kıyın syapdy. Birak anam aytgan sizler oýlaganda kıyın esep emes. Eger esepde çygarуу jolun bilmeýän bolsak, onda prosta wagtlaryňyz bolsa, jeke-jeke жазууга bolat. Eger onday bolmasa, былай жазып аласыз. Так. Мысалы, мен навар абактан баштап санайсызларга 23'ten басталат, ya. Ошол жерге 4'ke kaldıksız bölünýän sanдар. Tek gana 4'ke 28, 3'ke bölünýär tek gana 4'ke 28, 32, 36 3'ke bölünýär, onu жазбаймын. 40, 44, 48 bölünýärdi. 52, 56, 60 bölünýär жазбайм. 64, 68, 68, 72 3'ke bölünýär. Так, 72 3'ke bölünýär 76, 80, 88, 92, ya. 92 3'ke bölünýär. 92, tak. Bu jerde sanap alaýak kança bar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aslında köbeytemekki 12 san bar, ya. 12 san mына жерде 4'ke bölünýärdi. Men kaldıksız bölünýät. 4'ke kaldıksız bölünüp 3'ke bölünbeytin san 12 bolat. Endi ары карай 125'ke neken goýa? Men topçuk kaldım. Bu жерде 12 san, ары karay 96 bolmaýt. 100, 104, 3'ke bölünmeydi, koşuntusu 5 sıfırın. 112, 116. Так, bu bizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 san bar eken. Tak, 16. Aslında 4'ke kaldıksız bölünüp 3'ke bölünbeytin. Tak, 120 3'ke bölünüp 124 bar, ya. Tak.
Qancha bo'ldi? Neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Значит, A javobi 17 bo'ladi. Joyi sharq ketdi mana. Kelesi esep. 28 esepga qaraylik. Mangilik. Esepçiymiz. Mындай esepni түрінен қорықпаңыз. Mana 27-ден 1 жазайдан, 20, мына бізге жақсы. Мына 27, 28 осылай кете береді ана жерде. Мына жерде 27 минус 27 деген сан бар. Бір жақтан. Ол 0 болады. Значит, мынау мәннің барлығын 0-ге көбейткенде 0 болып көшеге есепке мұқият қарау керек. Келесі есеп сатылы бөлшек. Шының басына қаныс. Сатылы бөлшекте қай жерден жұмыс жасайтыныңызды білсеңіз болды. Мынаны жасайық бірінші. Бұл жерден не шығады? 3-тен 4 шығады. 3-тен 4-ті бөлеміз 3-ке. 3-ке бөлген кезде 4 бөлінген 3 көбейтілген 1 бөлінген 3, яғни 9-дан 4 болады. 1 қосылған 4 бөлінген 9. Ол менде 9-дан 9-ға 13 болады. Мына жерге есептеп қойдым. Енді осы жерді бөлемін тағы да 3-ке. Ол менде шығады 13 бөлінген 27. Оған мына 1-ді қосам. 1 қосылған 13 қосылған 27. Ол менде 1,27-ден 13 шығады екен. Қайсы амал қайсыдан кейін орындалатынын білсек болды бұл жерде. Ответі осылай келуі мүмкін, немесе 27-ден ана бөлшекке айналдырсақ 40 болады. Либо осылай келуі мүмкін. Разницасы жоқ, ответі мынау болады. Бір вариант, бір жауап бар. Так, сіздерде мына қарап орындайтын амал міне. Бірінші. Мына екеуін қосамыз. Мына жерде бөлеміз. Екінші амал. Үшінші амал қайттан 1-ді қосамыз. Төртінші амал 3-ке бөлеміз. Бесінші амал 1-ді қосамыз. Келесі есеп. Футбол алаңының енінің ұзындығына қатынасы 5 бөлінген 8. Алаңның периметрі мынандай болса, оның ауданы нешеге тең? Бізге бірінші периметрдің формуласын білеміз, 2a плюс v. Мындай қатынас болса, значит, сіздер былай сразу есептеп жазуға болады. Периметріміз білеміз. 5x қосылған 8x. Так, мынау бізде көбейтілген 2 тең 52, яғни периметрдің орнын сразу жазамыз. Так, мына жерде мына екеуін қосамыз 13x тең болады. Мынаны бөліп жіберейік 2-ке. 26 болады. Үш жерде x тең болады 2-ге. Значит, бізге аудан табу керек. Аудан табу үшін мына бізде былай болып тұр ғой. 4 бұрыш берілген. Екеуі қысқарып кеткен ғой. Мынау 8x болса, мынау бізде 5x. Екеуі қандай да бір санға қысқарған. Қысқарған санды тапты. Ол бізде 2. 2-ке қысқарып жүрген екеуінде. 2-ке көбейтеміз. Сонда ұзындығы, периметрі 16, ені 10 сантиметр екен. Сонда аудан бізде неге тең болады? S тең болады. 16 көбейтілген 10 тең болады. 160 метр квадрат. А жауабы болады екен балалар. Ары қарай кеттік. 4 түзу қадаммен әр әріпті бір рет өтіп,
Адан Иге дейін неше жолмен баруға болады мұны? Мынау Адан Иге дейін, иә? Былай ғой мысалы. Бірінші жол былай, былай барсын, былай, былай барсын, былай, былай барсын, иә? И тағы да былай прямой барады. Везде әр неден 3 жолмен бара алады ғой. Адан. Ол бізде 3 факториал орналастыру тақырып бар, бұл тақырып түсіндірген болатын, бірақ енді бұл просто егер факториалды түсінбейтін болсаңыз, орналастыру түсінбейтін болсаңыз, тек қана логикамен шығарып тастасаңыз болады. 3 факториал деп отқан 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1, ол бізде 6-ға тең. Былай есептей салуға болады мына үшін. Адан д-ға барып міне бір жол бардым. Дальше кетті. Келесі 400 қадаммен әр әріпті бір рет өтіп, міне былай мынамен біреу бардым. Былай 2 бардым. Былай 3 бардым. Ары қарай кетті. Келесі дәл осылай санайсыздар. Адан санау ғой бұл жерде балалар, ары қарай. Яғни 400 қадаммен маған толық есепті неғылмай-ақ қояйын. Жауабы 6 болады. Мән бермей-ақ қояйын есепке. Болмаса шортста салатын болған жүре ме? Келесі есеп. Қара түске боялған бөліктің ауданы 37 сантиметр квадрат. Сұр түске боялған бөліктің ауданы неше? Так, бірінші мынау S ақты табу алады. Ақты табу үшін полный мынау шаршының 8-де 10 деген шаршының S қара деп қойыңызшы. Қара бөліктің ауданынан полный тіктөртбұрыштың ауданын азайтуым керек. Плюс S ақ, ол бізде мынаны білдіреді. 80-ге тең, иә? Так, біз білеміз, что боялған бөліктің ауданы, қара түске боялған бөліктің ауданы. Жер 37 екенін білетін болсақ, S ақты табу алады. S ақ 80-нен азайтамыз 37-ні. Қарап қанша болады? Түнде түсіргенге ме шаршап отырмын жүрді. Азайтамыз 37-ні. 43. Енді мына бөлік. Сұр түске боялған бөлік неше екенін анықтау үшін мына жерді білеміз 43 болса, мына жалпысын тауып алайық. 12-ні көбейтеміз 9-ға, азайтамыз 43-ті. Сол кезде сұр түстің ауданы шығатын болады. 12-ні 9-ға көбейтсек 108, одан 43-ті азайтамыз 35 сантиметр квадрат шығады екен. Ары қарай кеттік. Белгілі бір санның 30% мен 12% айырмасы. Значит, мына жер қанша бізде? 18% тапты, иә? Айырмасы 36-ға тең. Белгілі бір санның, x көбейтілген бір санның 0,18-і 36-ға тең. Значит, x тең болады. 36-ны бөлеміз 18-ге 36-ны бөлеміз 200 шыға ма? 200, иә? Осы санның 40%-дан 20%-ын айырмасы. Так. Осы санның 40%-нан 20%-ын айырмасын табыңыз. Значит, ол бізде неше болады бұлар? 0,2
2x тең болса, мынаның 20%. Значит, 200-ді көбейтемін 0,2-ге. Болады менде? Жоқ. Осы 200-дің 20%-ын табуым керек қой. 200-дің 20%. 200 ол менде 100%. Так, x ол менде 20%. X тең болады. Осы санның дұрыс қой, мен айтып тұрғаным. Осы санның 40%-нан белгілі бір санның 30% бен 20%-ның айырмасы 36-ға тең. Осы санның есепті қалдырайыншы балар. Егер мынандай болса, онда x бөлінген y неге тең? Мына есепте просто былай істесек, x плюс y бөлінген y тең 3 болса дейді. Біз бірінші мынаны тауып алу керек. Жеке-жеке y-ге бөлеміз. X бөлінген y қосылған y бөлінген y тең 3. X бөлінген y, мынау бізде 1-ге тең, қосу 1 тең 3, x бөлінген y тең 2. Так, балалар, мен 34-ші есепті әдейі шығармай кеттім. 33-ші есепті қайтадан шығаратын болам. 34-ші есепті комментарийда жауабын жазасыздар деген ойдамын. 36-ші есеп. Ауданы басқаларынан өзгеше фигураны табыңыз дейді. Так, мына жерде ауданды просто есептей саламыз. Мынау бізде 1 бөлік, 2, 3, 4, 5 мына жақта. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5 клетка. Мына жерде мына екеуі 1, 2, 3, 4, 5 тоже. Мына жерде мынау 1, 2, 3, 4, мына екеуі 5, мен 5,5. 5,5. Так, мына жерде мына екеуі 1, 2, 3, 4, мынау да 5. Значит, ерекше фигура мынау болып тұр, D болып тұр. Ары қарай кеттік. Келесі есеп. Есептегі соңғы цифрдың мәнін анықтаңыз. Так, 2-ның 12 дәрежесі. Бізде, так, 2-ның 1 дәрежесі 2-ге тең, 2-ның квадраты 4, 2-ның 3 дәрежесі 8, 2-ның 4 дәрежесі 16, 2-ның 5 дәрежесі 32. Значит, период ол бізде 4. Мынау бізде 12-ні мына жерде қараймыз балалар. 12-ні дәрежеге бөлген кезде, 12 деген ол бізде қайтадан мына жақта бүйтіп 2-ның 6 дәрежесі, 2-ның 7 дәрежесі үсіп кете берген кезде қайтадан осы айналып келеді. 2, 4, 8, 6 сияқты болды. Значит, 12-ні бөлеміз 4-ке, қалдықсыз 4 шығып тұр. Значит, ешқандай қалдық жоқ. Соңы 6-мен аяқталады. Мына жерде 6-мен аяқталады. Так, 0-дің қанша дәрежесі болса да, ол 0-мен аяқталады. Так, 12-ның 13 дәрежесі 1 қалдық болады. 1 қалдық болса, значит, 2-мен аяқталады. Так, 1-дің қанша дәрежесі болса да 1-мен аяқталады. 7 көбейтілген 1. Так, осы жерде қосайық. Так, 10, так, мына екеуін қосам 8, 15 болады. Значит, соңғысы 5-пен аяқталады. Ары қарай кетті. Келесі есеп.
Қорапта 80 доп, 20 қызыл, 30 көк, 10 ақ, 7 сары, ал қалғандары қара түсті. Так, мына жерде 50, 60, 67, значит, қалғаны 13 қара түс қой. 13 қара түсті бар. 15 бірдей түсті доп шығару үшін қорапта ең аз дегенде қанша доп? Так, 15 бірдей болу үшін бізде қаралар бірдей бола алмайды. 13 жазып қоям. Сарылар да тоже 15 шықпайды ғой. Сарын жазып қоям. Тағы 10 алсақ, 10 ақ жазып қоям. Өйткені мен қазір ең жаман, ең қолайсыз жағдайын қарап жатырмын. Так, ары қарай 30 көк. Мына жерде 30 көк, 20 қызыл бар. Бұлардан 14 алсам, 14-тен алсам. Плюс тағы мына қызылдан да 14 алам. И плюс 1 дейм. Себебі, мысалы қараңдар, 13 алып келдім, 13-тің бәрі қара болды, мынаның бәрі сары болды, мынаның бәрі ақ болды. 14 алам, тағы біреуді қосқан кезде обязательно біреуі бірдей болып шығады. Либо қызыл, либо көк болады. Сол үшін біреуді қосам. Енді осы жерде неше доп алу керек екендігін есептеу үшін мынаның бәрін бір-біріне қосып шығам. Так, 28, так, екеуі 20, 30, 58, 59. 59 доп алуым керек болады. Қарай келесі есеп. 5 оқушы сапта жалау ұстап тұр. Қолдарында жалпы 37 жалау бар. Асанның оң жағында тұрғандарда 14 жалау бар. Болаттың оң жағында тұрғанда 32, Ахметтің оң жағында тұрғанда 20, ал Гүлжанның оң жағында тұрғандарда 8 жалау бар. Даниярдың қолында неше жалау бар? Ең аз жалау ол Гүлжанда болып тұр, иә? Гүлжанда 8 оң жағында тұрған Даниярда деп жазып қояйын. Даниярда 8 жалау бар болса, ары қарай бізде кімде аз балы? Гүлжан болсын, так. 14 жалау Асан. Асан деп қояйын. Екеуін қосқанда 14 жалау болу керек. Асанның оң жағында тұрғанда, значит, 6 жалау бар, иә? Бұл жерде 14 жалау бар Асанның оң жағында. Так, сосын одан кейінгі аз ол бізде Асан. Так. Ахметтің 20 жалау болды. Ахмет деп қояйын. Ахмет. Так. Ахмет үшеуінде 20 жалау болу керек. Значит, 20 болу үшін Асанда 6 жалау бар, иә? Ахмет. И бізде одан кейін 32 болу керек, иә? Ахметтен кейін алдында болады. Паузаға қойып, дұрыстап ойланасаңыз болады. Мына оң жағында тұрғанда 32. 20, значит, Ахметте 12 жалау бар, иә? Мына үшеуін қосқан кезде, төртеуін қосқан кезде 32 болу керек. Так. Сол кезде, значит, болатын жалпы. Так, мына жерде есептеп табайық. 14, 32, мынада 5 болады, иә, Болатта. Даниярдың қолында, значит, 8 не болған? Жалау болған. Сразу анықтай салдық. Ары қарай кетті. Келесі есеп. Бір отбасында 8 жыл қатарынан бір күнде бір баладан туылып отырды. Балалардың алғашқы үшеуі ұл, қалғандары қыз. Қыз балалардың жастарының қосылысы ұл балалардың жастарының қосылысына тең болғанда кіші қыздың жасы нешеде? Кіші қызды, допустим, біз ойлайық оны x-та деп, иә? X-та. Келесі қызы x плюс 1. Одан кейін қызы x плюс 2. Одан кейін қыз x плюс 3. Одан кейін қыз x плюс 4. 5 қыз болды ма? 1, 2, 3, 4, 5 қыз болды. И ұлдары бірінші ұлы x плюс 5.
экинчи жолу x+6, үчүнчү жолу x+7. Так, мынанын досторунун косулуусу тең мынага кыздардын досторунун косулуусу. Так, мына жерде 5x. Так, 1ге 2-ни косом 3, 6, 10 плюс 10. Ал жакта эсептейм 3x. 13, 11. 11ге 7-ни косом 18. 5x'ten 3x'ti азайтамын 2x тең болду 8, x тең болду 4. Значит, биринчи кызмчасы 4 экен. Кичкентай кызмчасы. Ары карай келеси эсеп. Эгер мындай белги болсо, онда мынаны эсептеңиз. Апарып ордуна кое салуу керек, башка эчтеке эстебейм бул жерде. Так. Мына бизде 5 пен 12 боламы? 5 пен 12. Бунун ордуна койсом 2 эстелинген 5 пен 12 болуптур. 5 пен 12 мынага тең. Так. 12 көйдү көрүп сосын 5 косулган 24 минус 3. Канча болуп калар? 29. 29дан 3'tü азайтамын 26. Э? Так. Көбөйтөм 2 соңунда. Мына жерде канча чыгат? 26. 10'у көбөйтөм, мына жакшанын алдындагы 2-ге 52 болот. Так. Жакшы. Бүгүнкү осу менен аяктайлык балдар. Келесі сабақта тағы да осындай нештің екінші түрін есептерін күтетін болсаңыз, комментарийға міндетті түрде жазыңыз. Күтетін боламын. Жақсы, сау болыңыздар.